Бүгінде үйірме атаулының сан түрі бар. Әлбетте сұраныс болғаннан кейін ұсыныс та көбейіп келеді. Жеткіншектің бос уақытын ұтымды пайдалану бойда ашылмай жатқан сан қырлы таланттың ұшын тауып, өрбітуге мүмкіндік беретін тәрбие жолы десек қателеспейміз. Бүгінде Алматыда тегін үйірмелер көп. Қала бойынша 18 қосымша білім беру орны бар. Солардың бірі Алматы қаласы білім басқармасының номері 7 оқушылар үйі. Жалпы біздің 7 оқушылар үйінде 35 үйірме түрі бар. Жалпы бала саны 1245, осы негізгі бөлімде 1169 бала және инклюзивті қосымша білім беру бөлімі дегеніміз бар. Ол жерде 76 бала білім алады. Жалпы үйірмелердің бағыты көркем эстетикалық бағыт. Қазір көптеген байқауларға қатысып балаларымыздың бәрі жүлделі орындар иеленуде. Оның ішінде би ансамбльдері әсіресе жақсы үлкен байқауларға, халықаралық байқауларға қатысып, бірінші орын, екінші орын, бас жүлдені иеленіп жатыр. Соңғы кезде осы тоғызқұмалақ ұлттық ойын үйірмесі үлкен кең масштабта республикада өткізіліп жатыр. Оның ішінде осы біздің оқушыларымыз республикадан бас жүлдені иеленді. Қолөнерге қызығушылық танытатын балалар үшін оқушылар үйінде Ағызер қолөнер үйірмесі бар. Бүгінде 5 жастан 17 жасқа дейінгі балаларға сурет салу мен қолөнер бұйымдарын жасауды үйретеді. Талантты оқушылар түрлі туындыларын көрмеге қойып жетістікке жетіп келеді. Олардың айтуынша үйірмеде шығармашылықты дамытып, қалаған туындыны жасауға мүмкіндік мол. Мен үйірмеге қатысқаныма ұзақ болды. Және бұл үйірмеге мен қатысып жүргенім маған ұнайды. Мен бұл үйірмеге өзім келдім. Және бұл сурет салғанды мен өзіме дамытқым келді. Өзім әдемірек салғым келді, үйренгім келді, неше түрлі қалай салуға болатыны. Натюрморт салуды үйрендім, жүнмен салуды үйрендім. Міне жүнмен салған суретім. Мен бұны енді салып біттім. Негізі мені осы қолөнерге жазған мамам. Өзім талпынысым болған. Неше түрлін жасаймын. Біз осы уақытта фетрмен жұмыс істеуді үйрендік. Фетрден неше түрлі оны тігіп, оны қалынан түйуді үйрендік. Ендігі уақытта біз бисерден енді алқа жасауды үйренеміз. Номер 7 оқушылар үйінде халықаралық деңгейге дейін жетістікке жетіп келе жатқан үйірмелердің бірі домбыра үйірмесі. Өнерге жақын әрбір балаға орын бар. Тіпті домбыра тартуға қабілетті 50-ге жуық бала қатысатын ансамбль бар. Бұл ансамбльдің құрылғанына 3 жыл болды. Ол ансамбльге ат бердік 3 жылда. Және де халықаралық республикалық конкурстарға шықты. Атап өтетін болсақ, Латиф Хамидин атындағы международный конкурстан бас жүлде алды. Және де жарық жұлдыз атты республикалық байқаудан бірінші орынды, екінші орынды иеленген жайымыз бар. Ансамбльде қазір оркестр болған жайы бар. Басында ансамбль болып құрылды, одан кейін қазір 50 шақты оқушылар бар. Ансамбльдегі оқушылардың үлкені 14, ал ең кішісі 9 жаста. Үйірме жетекшісінің айтуынша домбыра үйірмесіне 8 жастан бастап келген дұрыс. Өйткені сол жаста баланың қабілеті анықталады. 2020 жылы мемлекет басшысы балаларға спорттық секциялар мен шығармашылық үйірмелерге тегін қатысуға мүмкіндік беретін заңға қол қойды. Нәтижесінде балалар artsport.edu.kz сайтына кіріп, қалаған спорт секциясын таңдай алады. Қазақстанның барлық өңірінен 4 жастан 17 жасқа дейінгі балалар тегін сабақтарға қатыса алады. Десе де талап бойынша таңдау 2 секция мен үйірмеден аспауы керек. Секцияға немесе үйірмеге бару үшін электронды кезекке тұрып, нақты үйірме түрін таңдау маңызды. Электронды тізімге тіркелу үшін баланың заңды өкілі өтінім бере алады.